Тағы да қайырлы жақсы күн болсын. Бүгінгі 16 сәуір 2026 жылғы жаңа бір видео түсіргем. Әрі қарай жалғасы келесі видеоны түсіріп жатырмын. Жылыжайдан бір видео. Мынау менің салат жапырақтарым өсіп жатқан. Былтырғы мен бір байқағаным, әр жылдың ауа райы бір мезгілде бір нәрсені өсіріп, бір мезгілде жеу деген сияқты нәрселерге жыл сайын бірдей бола бермейді. Құралай болады, сәуір болады деп айтамыз ғой, сол қайтарма салқындар. Солар міндетті түрде жыл сайын болса да, бірақ ептеп ауа райының бәрібір өзгешелігі болады да, бір мезгілде бір нәрсені өсіру, бір мезгілде бір нәрсені жыл сайын жеу деген сияқты олар болмайды екен. Соны байқадым. Былтыр 15 сәуір күні осы салат жапырақтарын жеп бастағанымыз өйткені үлкен болған. Биыл енді 16 сәуір әлі кішкентай салат жапырақтары. Тағы бір салат жапырақтарына байланысты айта кететін кеңесім, осы салқын кезде, қазір бізде далада қар жатыр, түнде қар жауды. Мен далаға да осы салат жапырақтарын егіп қойғам 1-2 күн бұрын. Топырақтың астында тұқымдары, олар үсіп ештеңе болмайды. Менің тәжірибеме сүйенсем. Кейін күн жылған кезде өсе бастайды. Сол қардың астында қалған жақсы болды. Енді суарылып, жақсы болып, өзі қар еріп, содан кейін астындағы бір суарып қойғанмын ғой. Кеше кеуіпті, соны тағы бір суарам ба деп едім, өзі қар жауды. Күн салқын болып қар жауып кетті. Сондықтан қардың астында ол енді қар кетісімен жақсылап біраз күннен кейін өсе бастайды. Сол осы сәуірдің салқындар өтісімен сол салат жапырақтарын далаға еге берсеңіздер болады. Ол суыққа төзімді. Осы салат жапырақтары, рукола, көкпияздарды далаға еге берсеңіздер болады. Өйткені олар суыққа төзімдірек, жақсы шыға береді. Жаңағы ерте салқындарға ештеңе етпейді. Мысалы, қиярды қазір далаға шығарамаймыз ғой, бірақ жаңағы салат жапырақтарын еге берсеңіздер болады. Мынау салат жапырақтарымен бірге өсіп жатқан нелер, укроптар, аскөк деп айтамыз ғой. Арасында былтырғы өскендерден қалғаны ғой, бірағында өте бір сұйық болып өседі деп, жидкий деп айтады ғой, сұйықтау болып өсті осы жылыжайдың ішінде. Бірағында осы қалған тұқымдарды арасында өсіп жатыр, өсе берсін деп жұлмадым. Жылыжайда негізі осы аскөгім сирек болып, жаңағыдай сұйық болып өсті. Мынау былтырдан сол қалған қызылшалар, оларды суарып, қасындағы аскөктермен бірге суарып қойдық. Ерте жейтін көк салат жапырақтары өспесе де, осыны жеуге болады. 1-2 рет салатқа қостым. Мына астындағы мысалы қызылшасы жарамсыз, тамыр ретінде ғой. Жаңа қорек беріп тұр осы жапырақтарға. Негізі бұл қызылшаның жапырақтарын салатқа қосып, жаңағы тамаққа, көжеге қосуға болады. Сондықтан өсе берсін деп суарып отырмын бұларды. Ерте пайдаланатын көкшөп ретінде. Менен бүгінгі видеолар осындай. Назарларыңызға рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер. Каналым ұнап жатса, подписаться тетігін басып, жазылып қоюларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.